әкімдер тағайындалу керек. Тіл жөнінде әңгіме болмау керек. Конституцияда қалай жазылса, олай жазылсын. Егер заңмен тіл келетін болса, 3 жыл бұрын заң қабылданды. Заң қабылдауда ешқандай кінәрат жоқ. Конституцияға бүгінгі жазылғандай жазылсын. Бірақ әңгіме жазуды емес, әңгіме орындауда. Мен айтар едім, біздің ұлттың жігіттерінде ұлттық намыс жоқ. Мен заң қабылданғаннан кейін 3 жылдан кейін әкім болып бардым. 3 жылға шейін 100% қазақ істейді. Басшысы қазақ, әкім қазақ, маған орысша хат жазады. А бұл жерде қандай заң, қандай конституция қорғай алады? Ешқандай қағазға қарамай жігіттер, намысымызды оятайық дағы. Сол мекеменің басшыларына айттым, егер қазақ тілінде жаза алмасаң, онда айналайын, сен оқы. А өзі сөйлейді алады, жаза алады. Бірақ ешқандай ынта жоқ, жігер жоқ, ұлттық намыс жоқ. Сондықтан ол конституциядағы қазақстандықтар қалайтындай болып жазылсын, ал бірақ мынау жаңағы қазақтардың намысы ояну керек. Сөз соңында айтарым, Серікболсын Әбділдаұлы